Атың шықпаса жер өрте деген сөз қазақта бекерге айтылмаса керек. Атын шығарғысы келген адамдар басқа елде де түрлі күлкілі әрекеттерге барып жатады. Бірі тырнағын өсіреді, басқасы мыңдаған экспонаттардан тұратын күлкілі кәдесыйларды жинайды. Әлемдегі ең ұзын тырнақ Аянна Уильямс, Техас штатындағы тұратын жезтырнақ. Оның тырнақтары 23 жыл бойы тоқтамай өсіп 576 сантиметрге жеткен. Аю ойыншықтарының ең ірі коллекциясы оңтүстік Дакота тұрғыны Джеки Майли. Тедди аюларына деген шексіз сүйіспеншілігімен танымал. Оның үйінде 8025 дана аю ойыншығы бар. Ол ойыншықтарды түрлі штаттардан, әлемнің басқа да 29 елінен жинаған. Әлемдегі ең ұзын шаш үлгісі Бенни Харлем, әуесқой әнші және модель. Ол әншілігімен емес, сырт келбетімен, анығы ұзын шаш үлгісімен танымал болған. Бенни әлемдегі ең биік шаш үлгісі бар адам ретінде Гиннестің рекордтар кітабына тіркелген. Шашының ұзындығы 57 сантиметр. Бенни Инстаграм желісінде қызымен бірге түскен фотолары арқылы да танылған адам. Балаларға арналған балалар арбасы Том Колтон мен Джейми Робертс әлемдегі ең үлкен балалар арбасын жасап шығарған. Арбаның биіктігі 1 метр 3 сантиметр. Суреттен оған сәби түгіл ересек адам сыйып кететінін байқауға болады. Ұзын кірпік кез келген қыз келіншектің арманы. Бүгінде әйелдер кірпігі ұзын болмаса, оған кірпік жалғап әуреге түсіп жатады. Ал Цзянся үшін бұл мәселе емес. Ол әлемдегі ең ұзын кірпігі бар әйел ретінде Гиннестің рекордтар кітабына енген. Кірпігінің ұзындығы 12 сантиметр. Жемістен дайындалған желенің әуесқойы неміс азаматы Андре Ортов желеге деген сүйіспеншілігін рекордқа айналдырды. Ол 1 минуттың ішінде 716 грамм десертті жеп тауысқан. Бұл абсолютті әлемдік рекорд ретінде Гиннестің рекордтар кітабына тіркелген. Достар, егер сіздерге бұл ақпаратымыз қызық болса, лайк басып, міндетті түрде каналға тіркеліңіздер.